Күн қайырлы болсын, аса құрметті қазағым, назарыңызда Жанбол Шекербекұлы рахматулла. Осыдан 3 жыл бұрын Назарбаев жерді сатып жібермекші деп алғашқылардан болып Конституциямыздың 26 бабында Қазақстан азаматын әрбір азаматқа өзгертпек, яғни енді жерімізді Қазақстан азаматы ғана емес, кез келген адам сатып алатындай етіп өзгертпек деген. Қоғамның қаһарлы пікірлерінен кейін Ұрыбаев Нурик құйрығын қысуға мәжбүр болған. Хабардар шығарсыздар, үкіметтің қаулысымен тізбе құрастырылған. Ол тізбедегі отандық өндірістік кәсіпорындар жерді өтеусіз, яғни меншігіне тегін алады. Енді сол тізбе жайлы қаулыға өзгертулер мен толықтырулар енгізбек. Жерді өтеусіз алынатын отандық өндірістік кәсіпорындарда шетелдік үлес болмауы тиіс. Бірақ Еуразиялық экономикалық одақ мемлекет мүшелеріне қатысты емес делінеді үкімет қаулысының жобасында. Сонда ЕАЭС мүшелер Ресей, Армен, Қырғыз, Беларусь шетел емес Қазақстанның облыстары ма? Әлде біз Ресейдің бір облысымыз ба? Назарбаев заңдарды өзгерту арқылы 16-17 жылдар жерді шетелдіктерге сатып жібергісі келсе, енді Тоқаевпен қосылып заңдарды, қаулыларды өзгертіп, жерімізді тіпті тегін беріп жібермек қой. Екі Назарбаев және Тоқаев қайтарым. Жерді меншігіне өтеусіз алатын отандық өндірістік кәсіпорындарда шетелдің азаматтарында үлесі болмауы тиіс деп қабылдайсыңдар қаулына. Бірақ Еуразиялық экономикалық одақ деп анау-мынау деп қуып кетудің қажеті жоқ. Қазақстан толықтай жерінің үстіндегісі мен астындағысы қоса қазақтікі. Халқым, олардың ұсынып отырғаны қаулының жобасы, әлі заңды күші жоқ. Осы айдың 21, яғни сәуірдің 21-не дейін қоғамдық талқыға ашық. Жер қазақтан өзгеге жалға немесе сатылымға қойылсын ба, берілсін бе? Сіздерге осындай сұрақ. Және де карантин кезінде бәрі үйлерінде отырған кезде ұлттық маңызы бар сұрақтар, мәселелер ұсынылмақ түгілі ойларына да келмесін деймін. Қосыласыздар ма? Пікірлеріңіз қандай? Құрметпен Жанбол Шекербекұлы рахматулла. Жерді қатты таратқыларың келіп бара жатса, кезекте тұрған қазағыма таратыңдар тез-тез.